Саламатсыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жер кадастры барысында мәліметтерді алу, өңдеу және талдау әдістері. Жер кадастры барысында суретке түсірулер мен тексерулер. Сабақтың мақсаты: студенттерге жер кадастры барысында мәліметтерді алу, өңдеу және талдау әдістерін үйрету. Сабақтың міндеттері: жер кадастры барысында мәліметтерді алу, өңдеу, оларды арнайы бағдарламалар мен жұмыстарды орындау. Сабақтың жоспары: мәліметтерді өңдеу, компьютерлік бағдарламалар мен жұмыстарды жасау. Жергілікті жерге орналастыру саласындағы кәсіпорындарда қолданылатын құжаттарды рәсімдеуде қолдану. Тақырыптың өзектілігі: жер кадастры жүзеге асыру процесінде еліміздің бірыңғай жер қорының құқықтық жайын, табиғи және шаруашылық жағдайлары мен жер пайдаланудың әртүрлі ақпараттарын жинайды, үйренеді және талдайды. Бұл ақпараттардың дұрыстығы мен толықтығы оның алу тәсілдеріне байланысты. Жер есептік құжаттамалар түрлері және олардың арасындағы байланыс. Жер есептік құжаттама қағаз бетінде және магниттік тасығыштарда болады, яғни түсіндірме, пландық, картографиялық. Жер есептік құжаттама түрлері негізгі, көмекші және алғашқы болып бөлінеді. Жер есебінің құрамдас бөліктері: жер есебі негізгі міндеттері, жүргізілуі, негізгі есепке алуы және ағымдағы міндеттері, жүргізілуі, ағымдағы есепке алуы бойынша бөлініп көрсетілген. Мемлекеттік жер кадастры автоматтандырылған ақпараттар жүйесі, программалық қамтамасыз ету. Суретте көрсетілгендей ArcGIS терезесі бағдарламасымен арқылы жұмыс істеу. Есепке алу жұмыстарын мәліметтер базасына енгізу. Жер кадастрлық жұмыстарды жүргізу барысында кадастрлық ақпараттарды бағдарламалармен өңдеу технологиясы. Жұмысқа құрамына мыналар кіреді: далалық жұмыстар, 1:500 масштабта орындалған жұмыстар және бастапқы нүктелердің теодолиттік жоспарлы биіктік түсіріс торын құру. Жер кадастры жұмыстарында жаңа GPS технологиялары қолданады. Жер кадастры барысында камералы жұмыстар CredDAT бағдарламасы көмегімен жүргізіледі. Мәліметтерді өңдеу кезектілігі: CredDAT мәліметтерді өңдеудің стандартты схемасы келесі кезеңдерді қамтиды: ведомство мекеме атауы, бұрынғы жобаны ашу немесе жаңасын құру, қажет болған жағдайда жоба қасиеттерін, яғни параметрлерін нақтылау, кестелер редакторларда мәліметтерді импорттау және кестелер редакторларда енгізу және жөндеу. Кредо газ жүйелеріне мәліметтерді текстік файлдарды өңдеу, яғни шығарылған құжаттың үлгілері, түстері мен шрифттері, ведомство және мекеме атауы және тағы сол сияқты. Алдын ала өңдеу нәтижелері бойынша келесі құжаттар алдын ала өңдеу ведомство көрсетілген. Жер кадастрлық іске түсіндірме жазба, яғни жер санаты, карта номенклатурасы, жер телімінің бөлінуі, сервитут, шектеуліктер мен ауыртпашылықтар, жер кадастрлық ісінің 0-ші бөлімі, мемлекеттік акт көшірмесі мәліметтері жазылады. Кадастрлық құжаттарды рәсімдеу, яғни 10 пункт бойынша жер пайдаланушы заңды мекен жайы, орналасқан жері, жер учаскесінің кадастры, пайдалану құқығы, жер санаты, нысаналы мақсаты, жер телімінің көлемі, шектеуліктер мен ауыртпашылықтар және сервитут ақпарат тізбегі жазылады. Үй тапсырмасы: бізге бақылау сұрақтары бүгінгі өткен бойынша 7 сұрақ берілген. Осы 7 сұраққа жауап бересіздер. Студенттердің бағасы берілген тапсырмаларға жауап беру деңгейіне сәйкес бағаланады. Сұрақ бойынша берілген түсініктер мазмұнын толық ашып, нақты жауап берген студенттерге 5 деген баға қойылады. Сұрақ бойынша берілген түсініктер мазмұнын ашып, кейбір қателіктермен жауап берген студенттер жауабына 4 деген баға қойылады. Сұраққа жауап беруде көп қателіктер жіберген студент жауабына 3 баға қойылады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.